Өзбекәлі Жәнібек. Ғұмырнамалық деректі хикаяттан үзінді. Авторы Баян Адырбек. Ақталған бес арыс, қайта оралған ұлттық ырыс. Әлемдегі әрбір ұлттың өзіндік саяси және әлеуметтік болмыс бітімі, тілі мен ділі, тарихы мен мәдени келбеті, рухани пайымы, зердесі бар. Өткен ғасырдың екінші жартысында халқымыздың тарихи зердесінің қалпына келтіру, мәдени мұраларын қорғау, тіл мәртебесін көтеру, тарихи ақтаңдақтарын толтыру істерінде үлкен еңбек сіңірген, ұлтының шын жанашыры болған перзенттердің бірі Өзбекәлі Жәнібек. Өзбекәлі Жәнібек қазақ халқының тарихында өзінің дарындылығымен де, парасаттылығымен де, ғалымдығымен де, ғажайып іскерлігімен де өз атын қалдырған ірі тұлға екендігін халқына жасаған кез келген қызметі дәлелдейді. Біз Өзбекәлі Жәнібектің бір қырына қазір бес арыс аталып кеткен Шәкәрім, Ахмет, Міржақып, Мағжан, Жүсіпбек Аймауытовтарды ақтауда сіңірген еңбегіне тоқталмақпыз. Қазақ зиялыларына, әсіресе ел қамын ойлайтын азаматтарға 1986-1990 жылдар аса қиын болды. Желтоқсан оқиғасы әлемді дүр сілкіндірді. Соңынан Кеңестер одағының іргетасы шытынап, керегесі шайқала бастады. Қазақстанға компартия лидері болып Колбин келді. Түрлі дәрежедегі қызметкерлер ерікті, еріксіз қызметтерінен босатылып жатты. 1986 жылғы желтоқсан оқиғасынан кейін Колбиннің кезінде бір жылдың ішінде оны 2 рет көтерді. Алдымен мәдениет министрі, сосын Қазақстан компартиясы орталық комитетінің идеология жөніндегі хатшысы етіп қойды. Бұл орталық комитеттің ақпараттық қулығы еді. Бұрын кім жақпаған болса, соны жоғарылату және оны өзіне шын берілген жақтаушыға айналдыру дейтін тәсілде болатын. Әйтсе де, Өзбекәлі Жәнібек қалыптасқан тұлға болатын. Және оны уақытша көсемдерге емес, өзінің отанына, өз халқына адал қызмет етті. Сондықтан да сол кезде желтоқсан оқиғалары жөнінде орталық комитет қалаулыларының және Колбиннің қысымның астында жүріп, ол өз мүмкіндігінше біріншіден әлгі оқиғадан кейінгі соққыларды жұмсартуға талпынды. Екіншіден Колбиннің басталып келе жатқан қайта идеяландырудың, жалған демократтығын, оның 2 жылда қазақ тілін, мәдениетін зерттеу ниетін Өзбекәлі Жәнібеков ұтымды пайдалана білді. Осы уақытта бұрын жұрт атын атауға қорқатын қазақ марғасқаларын мүлдем ақтау процесі басталды. Бұл Өзбекәлі Жәнібековтің қайсарлығымен қолға алынған тарихи зор іс еді. Біз қазір Шәкәрім, Ахмет, Мағжан, Міржақып, Жүсіпбек Аймауытовтарды қолымызға ту етіп ұстап жүрсек, оның қайнар көз бастауында Өзбекәлі Жәнібеков тұрды, деп жазды академик Серік Қирабаев. Тоталитарлық режимнің іргесі әлі шайқала қоймаған кезде, желтоқсан оқиғасынан соң барша қазақ халқына ұлтшыл деген таңба басылғандан кейін, ақтаңдақ мәселесін күн тәртібіне қойып, ресми сөз етудің өзі ерлікке бергісіз батылдық еді. Бес арысты ақтау тұсында Өзбекәлі Жәнібекке жұмыс істеу өте ауыр болды. Ол жайында түрлі қарсы материалдар жиналып, сол кездегі Қазақстан компартиясын басқарып отырған бірінші хатшы Колбинді идеологиялық саладан хатшы Өзбекәлі Жәнібекке қарсы қойды. Бұл туралы Өзбекәлі Жәнібек өз естелігінде былай деп жазады. Әсіресе кейіннен қазақтың бес арыс атанып кеткен Шәкәрімнің, Ахмет Байтұрсыновтың, Мағжан, Міржақып, Жүсіпбек Аймауытовтың ісін қайта қарайтын орталық комитеттің комиссиясы жұмыс істей бастаған уақытта алашордашыларды ақтап жатыр деп менің өзіме шабуыл жасағысы келгендер неден де болса тайынатын емес еді. Осы қиындықтарға қарамастан Өзбекәлі Жәнібек бұл мәселеге көптен дайындалып, арыстарды ақтау қажет деген шешімге тас түйін болып іштей бекінген еді. Ол кездегі Қазақ ССР ғылым академиясының вице-президенті Жабайхан Әбділдиннің басшылығымен орталық комитеттің комиссиясын құрып, алғашқы мәжілісінде өзі сөз сөйледі. Өз басым бүгінгі қылмыстық істерін қайта қарауға кіріскелі отырған Шәкәрімді, Ахмет Байтұрсыновты, Жұмабаевты, Дулатовты, Жүсіпбек Аймауытовты жалпылама білетінім болмаса, олардың шығармашылығымен таныстығым шамалы адаммын. Біз осылай өстік. Істеген қылмыстарын біле бермейміз. Ал сіздер, алдыңғы қатарда отырған ағаларымыз, академик Кеңесбаев, академик Қаратаев, ақын Тәжібаев, ғалым филолог Шәріпов,
Кімнің кім екенін жақсы білесіздер. Бұлар нендей қылмыс істеді? Нені бүлдіріп қойды? Айтыңыздар. Ал қазір айтпасаңыздар, қашан айтасыздар? Оны да біліп алайық. Қашанғы жабулы қазан жабулы қала береді? Мен әрине Мағжанды немесе Жүсіпбекті оқымайын деп жүргем жоқ. Кітаптарын табу қиын. Сирек қордан да әлде қашан алынып тасталынған. Архивтен де мардымды ештеңе таба алмадық. Ендігі бар үміт елдің қолында сақталғандарында. Бірігіп жұмыс істесек, прокуратура, сот, МВД, КГБ бізге көмектесер деп ойлаймын. Көп нәрсенің бетін ашып алуымызға болатынына кәміл сенемін. Ұсыныстарыңызды соза бермей тезірек айтыңыздар. Осыны айттым да залға қарадым. Ақсақалдар ләм деп аузын ашпай отырып қалды. Белгілі тілші ғалым Рабиға Сыздықовадан басқа үлкен ғалымдардың бірде біреуі ақтайық деген бір ауыз сөзді айта алмай көмілжіп төмен қарайды. Шындығында қоғамдық сана дәл сол кезде бұл мәселені талқылауға толық дайын емес еді. Комиссия жұмысының барысында Мағжан Жұмабаевтың 1960 жылғы сот арқылы ақталғаны жөніндегі құжаттың жоғалып кеткені белгілі болды. Ал қалған 4 арыз жайлы кезінде ондай мәселе қою ешкімнің ойына да келмеген. Мағжанның сот арқылы ақталғаны туралы қаулы оның жары Злиха әжейдің қолындағы көшірме арқылы қалпына келтірілді. Алдымен шәкәрімді ақтау туралы ақын Шәкәрімнің творчестволық мұрасы жөнінде деп аталатын шешімі қабылданды. Қазақ әдебиеті газеті 1988 жылы 15 сәуірдегі 16 санын ақын Шәкәрімнің мұрасына арнады. Ендігі кезекте Ахмет Байтұрсынов, Мағжан Жұмабаев, Жүсіпбек Аймауытовтардың ісін қарап, комиссия шешім шығаруы тиіс еді. Бұл тек 3 жазушыны ақтап алу емес. Олар қатысқан бүкіл алаш қозғалысын, Алашорда өкіметінің қызметін жаңаша бағалау болатын. Комиссия қорытындысы 1988 жылы желтоқсанда шығып 3 арыз сақталды. Қазақ әдебиеті газеті 1988 жылғы 8 қаңтардағы номер 2 санында Қазақстан Коммунистік партиясы орталық комитетінің Мағжан Жұмабаевтың, Ахмет Байтұрсыновтың және Жүсіпбек Аймауытовтың творчестволық мұрасы туралы шешімін, комиссияның қорытындысын және арыстардың әдеби мұраларын жариялады. Ең соңында Міржақып Дулатовтың ісі қаралды. Бұл істің басқаларынан қиындығы Амангелді Имановтың өліміне Міржақып Дулатовтың қатысы бар деген әңгіме тараған. Комиссия мүшесі Қирабаев былай деп жазды. Бір күні мені Өзбекәлі шақырыпты. Барып ем, ол әңгімені өзіне Міржақыптың қызы Гүлнардың келіп кеткенін, Ахметтерді ақтағанда өмірін сол кісілермен бірге өткізген әкесін тастап кеткеніне реніш білдіріпті. Гүлнар апарып көрсеткен құжаттармен, әртүрлі қағаздармен танысыпты. Қауіпсіздік комитетіне Амангелдінің өліміне Міржақыптың қатыспаған анықтап беруді сұрағанын айтып, оның әдеби шығармаларын қарап қорытынды жасауға тапсырды. Сол кездегі Қазақ ССР ғылым академиясының әдебиет және өнер институтының директоры Серік Қирабаев Дулатовтың әдеби мұрасы туралы хат дайындайды. Қауіпсіздік комитеті Амангелдіні өлтірушілердің тізімінен Міржақып Дулатовтың есімін таппайды. Нәтижесінде Өзбекәлі Жәнібектің тікелей басшылығымен, қадағалауымен Алаштың ардақты азаматтарының бірі Міржақып Дулатов та ақталды. Осылай кешегі Қызыл империяның құламай тұрған кезінде Өзбекәлі Жәнібек өздері атылып, еңбектерін оқуға, есімдерін атауға тыйым салынған халқымыздың асыл перзенттері Ахмет Байтұрсыновты, Шәкәрімді, Жұмабаевты, Дулатовты, Жүсіпбек Аймауытовты жұртымен қайта табыстырып, бұрынғы батырлар мен ақындарға, ел тізгінін ұстаған билерге жаңаша көзқарас қалыптастыруға негіз қалады. Бұны ұлтжанды азаматтың өз жұртына жасап кеткен, кез келген қазақтың қолынан келмейтін ерен жақсылығы десек жарасады.